Енді біз ары қарай не қарастырамыз? Мен мысалы мында exit нүктесін басайын және сіздерге бір нәрсе көрсетейін. Мысалы, мына жерге қазір біз терсек, мысалы ps aux деп теретін болсақ, онда осы жерде программалардың ішінен қарастырамыз және астериск файлын табайық. sbin астериск бізде болуы керек. Міне көріп отырсаңыздар, user sbin астериск бізде қарап отырсаңыздар root қолданушысының атынан жұмыс жасап тұр. Бұл осы операциялық жүйеге және жұмыс барысында сіз шын өмірде қолданғанда өте қауіпті болуы мүмкін. Яғни сіз осы бағдарламаларды, мысалы астериск бағдарламасын сырттан шабуыл жасалынса және осындай астериск бағдарламасы бұзылса, онда сізге басқа да жаңағы зақым келтіруді ойлаған адамдар сіздің жүйеңізге зақым келтіруі мүмкін. Сондықтан қазір біз астерискті белгілі бір қолданушының атына береміз және осы қолданушыны root емес астериск қыламыз және оның шектеулі мүмкіндіктері болады. Және егерде басқа да бір шабуыл жасалынса, онда ол біздің операциялық жүйенің түп тамырын бұза алмайды, оның мүмкіндіктері шектеулі болады. Сондықтан осы процесті қарастырайық. Ол үшін біз не істейміз? Астерискті тоқтату керек. Ол үшін бізге мына команданы енгізу керек, яғни etc init астериск стоп деп жазайық. Енді астериск тоқтатылды. Ары қарай не істейміз? Ары қарай біз өзімізге қажетті қолданушыны қосамыз. Ол қолданушының атын астериск деп қоямыз және оған белгілі бір мүмкіндіктер береміз. Енді мен бұл командалардың барлығын қайта теріп жатпаймын, тек осы команданы мысалы көшіріп алайын және бізге қажетті жерге орнатайын. Содан соң enter нүктесін басайын. Міне қарап отырсаңыздар, user add -d var lib asterisk, яғни осы бізге жаңадан қолданушы қосады, оның есімі астериск болады. Енді осы қолданушыға белгілі бір яғни мүмкіндіктер беру керек. Ол мүмкіндіктер қандай болады? Біз қазір осы мүмкіндіктердің тізімін көшіріп аламын және осы тізімді мен бізге қажетті жерге орнатамын, яғни paste және enter нүктесін басамын. Бұл жерде көріп тұрсаңыздар, change ownership берілген қолданушыға және мына папкілерге, яғни осы папкілерді басқаруға астериск қолданушы қазір мүмкіндік алды. Енді ешқандай қате шықпағаны, яғни командада астында ешқандай қате шықпаса, онда барлық бағдарлама біздің берген тапсырмалар дұрыс атқарылып жатыр деген сөз. Енді ары қарай жұмыс жасауға кірісеміз. Ол бізде осы жерде бізге қазір астерисктің жөндеу жұмыстарын жасау керек және осы біздің қосқан қолданушына активация жасауымыз керек. Ол үшін біз не істейміз? Қазір астериск папкасына барамыз, сол жерде contrib, оның ішінде init папкасына ауысамыз. Яғни жазайық change directory және бізге қажетті папка, оның ішінде contrib болу керек. Қазір мен қайда қарап жүрейін? Contrib. Міне contrib папкасына кірдім. Одан кейін бізге қажетті папканы қарастырайын. init, оның ішінде бізге қажетті файлды көшіру керек және оны өзгеріс жасау керек. Оны былай жасаймыз. init-ға ауысамыз және осы жерден бізге қажетті папкілердің тізімін көрейік. Міне көріп тұрсаңыздар, etc default asterisk деп тұр. Осы файлды біз қазір көшірмесін жасаймыз. Қауіпсіздік шарасында. Қайда көшіретімізді ұсынайын. Яғни мына жерге деп copy нүктесін жасайын және мұнда қояйын. Яғни біз қазір etc default asterisk папкасын, осы файлды мына жерге көшіріп жатырмыз. Енді мен enter нүктесін басамын және ол бізде көшірілді. Ары қарай не істейміз? Осы біздің көшірме жасаған файлымызды қазір өзгертеміз. Яғни vi etc default
және осы жерде астериск. Enter нүктесін басайын, және бізге өзгертетін жерді қараймыз. Ол бізде міне қарап тұрсаңыздар, ast user asterisk деп тұр, және ast group asterisk. Яғни осы екеуі қазір активация жасалмаған. Бізге осы файлдарды активация жасау керек. Ол үшін тағы да v text editor, яғни мәтінді редакциялау программасын пайдаланамыз, және осы файлдарды өзгертеміз. Енді мен өзгерістерді сақтаймын, және бұл жерден шығамын. Жарайды, ол өзгерістер жасалынды. Ары қарай не істеу керек бізге? Енді PS тағы да осы жүріп жатқан бағдарламалардың тізімін қарайық. Қазір. Және осы жерден көреміз. Астериск бағдарламасын табамыз. Білесіздер ме, бірінші бізге астериск бағдарламасын қосу керек, яғни бұл тізімде астериск қазір жоқ, сондықтан бізге астерискті қосайық іске. etc init астериск деп терейік. Және enter, кешіріңіздер, старт нүктесін басу керек. Және қарап отырсаңыздар, міне бізге жазып жатыр starting asterisk pbx дейді. Астерискті бастады, және мына жерде бір нәрсе жазды тағы да. Privilege escalation protection disabled дейді. Және бұны оқу үшін бізге мына сайтқа барыңыз дейді. Енді бұл сайтты мен қазір үстінен басайын, және осы сайтқа біз барып не ақпарат бергенмен танысайық. Яғни көшіріп алайын, браузерді ашайын, және осында көшіріп алған мекен жайды енгізейін. Менде интернет өшіп қалды. Қазір интернетті қосамын. Міне интернет пайда болды. Енді қайтадан осы парақшаны жаңартайын. Және шыққан мағлұматты оқиын. Сізге берілген қауіпсіздік шараларын іске асыру үшін астерискте мынандай өзгерістер енгізілді дейді. Мысалы, ол live dangerously деп аталынады. Яғни бұл жерде оқысаңыз астерискті 11 және оның алдындағы бағдарламаларымен жаңадан шыққан бағдарламалардың сәйкестігі және жұмыс жасауы қамтамасыз етілу үшін осы live dangerously ол бізде S деген нүктеде тұр қазір бізде. Соны біз өшіріп no деген нүктеге ауыстыруымыз керек. Және біздің жүйені қауіпсіздік шараларын осылай іске асырамыз. Енді мен сіздерге бұл жерде толық таныстырмадым, яғни сіздер мына жерде оқысаңыздар, онымен таныса аласыздар. Не үшін бізге live dangerously-ді S нүктесінен no нүктесіне ауыстыру керек екен. Енді мен соны ауыстыруға кірісейін. Оны біз қалай іске асырамыз? Біз ол үшін қажетті тағы да бізге қажетті файл мына жерде орналастырылған, сондықтан мен оны қазір көшіріп алайын. Және бізге қажетті жерге орналастырайын. Яғни paste нүктесін басамын, және enter нүктесін басамын. Енді бізге қажеттісі live dangerously. Мен сол жерге қазір барамын. Міне көріп тұрсаңыздар, live dangerously no деп тұр. Осыны бізге өшіріліп тұр. Сондықтан біз бұны мына символды жойып қосамыз. Және осы файлды сақтаймыз. WQ сақталынды. Енді ары қарай біз барлық процестің тізімін қарап шығайық қайтадан. Және астерискті табайық. Міне қарап отырсаңыздар, user has been asterisk, және осы жерде астериск бағдарламасы осы астериск қолданушысының атынан жұмыс жасап тұр. Енді бізде қауіпсіздік шаралары қабылданды деуге болады. Біздің жүйе кішкене болса да сақтық шаралары қабылданды.